Қылмыс пен жаза 4-ші бөлім. Бір сәт үнсіздік орын алды. Бірақ сәл өтіп алдыңғыдай қырылдап күлген, боқтанған дауыстар естілді. Әулие, кәззап, шенеунік. Тағы сол сияқты түсініксіз сөздер. Жүріңіз, мырзам, деді Мармеладов басын көтеріп Раскольниковке қарап. Мені жеткізіп тастаңызшы, Кәззел үйі, алаңда. Барайықшы Катерина Ивановнаға. Раскольников біраздан бері кеткісі келіп отыр еді. Өзі де оны үйіне апарып тастасам бекен деген ойда еді. Мармеладов аяқтана қарағанда көбірек тілде жүретін сияқты. Дегенше қайсалаңдағанша жігіттің иығына асылып алды. Бар болғаны 200-300 қадам жүрулері керек екен. Үйге жақындаған сайын ішкілік құмар, ұят пен ыза отында одан сайын өртене бастады. Мен енді Катерина Ивановнадан қорқып жатқан жоқпын, деп мыңғырлайтын еді ол дірілдеп. Шаштарымды түбімен жұлып алса да мейлі еді. Шаш не болыпты? Егер жұлып алса да қайта жақсы еді. Мен одан қорықпаймын. Мен оның көздерінен қорқамын. Тағы оның тынысынан қорқамын. Мұндай ауруға шалдыққан адам қобалжыған уақытында қалай тыныс алатынын көргенсің ба? Балалардың жылағанынан қорқамын. Егер Соня бір тіске басар нәрсе әкелмеген болса, онда не болғанын білмедім. Таяқтаса да мейлі. Мырза, сіз соны біліңіз. Оның таяқтары маған азап қана емес, ләззат та береді. Өйткені мен таяқсыз өмір сүре алмаймын. Маған сонысы дұрыс. Мейлі ұрсын, құмарынан шығады. Міне, үйге де келдік. Олар ауладан өтіп 4-ші қабатқа көтерілді. Баспалдақтан жоғары көтерілген сайын қараңғыланып бара берді. Сағат 11-лер болып қалған еді. Бұл уақыттарда Петерборда түн уақытында да онша қараңғы түспесе де, бірақ баспалдақтың жоғарысы қара түнек еді. Баспалдақтың жоғарысындағы кішігірім тот басқан есік айқара ашық тұрған еді. 10 құлаш ұзындық шамасында қараңғы бөлмені шам нұры жарытып жатыр еді. Бөлменің барлығы табалдырықтан ап-айқын көрінер еді. Барлық нәрселер шашылған күйінде жатар. Әсіресе балалардың киім-кешектері алғау-далғау шашылған болатын. Бөлмеде 2 стул, үсті алапес болып кеткен кленка қапталған диван. Диван алдында боялмаған үсті ашық ескі қарағай стол бар еді. Стол шетінде темір шам салғышта жанып тұрған бітуге айналған шам. Мармеладов жеке бөлмеде тұрса керек. Оның бөлмесінен басқа бөлмелерге өтуге болатын сияқты. Амалия Лепевекзелдің квартирасы бірнеше бөлмелерге бөлінген болып, оларға өтілетін есік қиялау ашық еді. Ол жақтан у-шу, бақырған дауыстар естілер еді. Қарқылдап күлгендер, бөтен бөлмедегілер карта ойнап, шай ішіп жатқанға ұқсайды. Кейде дөрекі сөздер де естіліп қалатын еді. Раскольников Катерина Ивановнаны дереу таныды. Ол шынымен де өте арықтап кеткен әйел екен. Ол таяқтай болып қалған бұйра сары шаштары өте әдемі еді. Оның еріндері қарысып жарылған. Қолдары көкірегіне қысып, кішігірім бөлмеде ана жақтан мына жаққа барып келер. Көздері ыстығы көтерілген адамдай жылтырап тұрар. Бірақ қарастары кескін және ауыр еді. Оның зілді қайғы бейнеленген жүзі жанып бітіп жатқан шамның соңғы нұрларында адам жүрегін сырқыратып жіберер еді. Ол Раскольниковке 30 жастарда болып көрінді. Шынымен де Мармеладов пен оның арасында жер мен көктей айырмашылық бар еді. Ол адамдар келгенін де байқамай тұрар. Тура есін жоғалтқандай еш нәрсені көрмес және сезбес еді. Бөлме ауасы өте тар болып кеткен, бірақ айналар ашылмаған еді. Баспалдақ жақтан қолаңса иіс келер, бірақ сыртқа шығатын есік жабылмаған еді.
Ішкі бөлмелерден қия ашылған есіктен темекі түтіні толып келер. Ол жөтелер, бірақ есікті жауып қоймас еді. Балалардың ең кішісі 6 жастардағы қыз полда екі бүктеліп отырғанша басын диванға қойып ұйықтар еді. Одан 1 жастар шамасы үлкен ұл бала қалт-қалт дірілдеп бұрышта жылап тұрар еді. Көрінісінен ол қазір ғана таяқ жегенге ұқсар еді. Бойы өсіп қалған 9 жастар шамасындағы қыз үстінде алба-жұлба болып жыртылған көйлек, 2 жыл алдын тігілгеннен болса керек, қазір тізесіне де жетпейтін ескірген кішкентай көйлекте шөптей жіңішке ұзын қолдарымен інісінің мойнынан құшақтағанша тұрар еді. Ол шамасы інісін жұбатуда, бір нәрселерді оның құлағына сыбырлауда, тағы жылап жібермесін деп қалай болса да жұбатуда еді. Сонымен бірге ол өзінің үлкен көздерін, бұл көздер қорқып кеткен азғын жүздерінде одан да үлкен болып көрінетін еді. Қорыққан көздерін шешесіне қаратар еді. Мармеладов ішке кірмей есік алдының өзінде тізерлеп отырып алды. Раскольниковты болса ішке қарай итерді. Әйел бейтаныс еркекті көріп, түсініксіз бір халде оның алдына тоқтады. Бұл қайдан келіп қалды? Дегендей бір сәт сергек халге келді. Бірақ бұл адам арғы ішкі бөлмелерге өтіп бара жатқан шығар деп ойлаған болуы да мүмкін. Ол сондай ойға келген сияқты. Ол жігітке басқа назар аудармай, дәліз есігін жабу үшін есікке қарай жүрді. Және күтпеген жерден табалдырықта тізерлеп отырған күйеуін көрді. Ашумен бақырды ол. Келдің бе, ұры, жыртқыш? Ақша қайда? Қалтаңда не бар? Көрсет. Киіміңде басқа. Өзіңнің киімің қайда? Ақша қайда? Сөйле. Содан кейін ол күйеуінің барлық жағын ақтарып көре бастады. Мармеладов сол кезде бәріне көнгендей бағынышты халде қолдарын екі жаққа көтерді. Ақтарып көру оңай болсын деген сияқты. Оның бір тиында ақшасы қалмаған еді. Ақша қайда? Деп айқайлады әйел. О, құдайым, шынымен бәрін ішіп тауысқан болса, сандықта 12 сом қалған еді. Ол сол кезде аяқ асты қатты ашуланды да күйеуінің шаштарынан ұстап ішке қарай сүйреді. Мармеладов оның артынан өзі сүйреліп, әйелінің сүйреуіне көмектесіп, оның ісін жеңілдетер еді. Міне, менің көрген рахатым бұл. Маған азап емес, ләззат, деп дауыстар еді шаштарынан тартқыланып жатқан Мармеладов. Бір жағдайда ол маңдайын еденге ұрып та алды. Еденде ұйықтап жатқан қыз оянып жылай бастады. Бұрышта тұрған бала өзін ұстай алмай бақырып жіберді де өзін әпкесінің құшағына ұрды. Ол шамадан тыс қорқып кеткен еді. Тұңғыш қыз тура ұйқыдан тұрғандай мең-зең күйде қалтырайтын еді. Ішіп қойыпты, барлығын ішіп қойыпты, деп дауыстар еді басын қайда ұруды білмеген бейшара әйел. Киімде басқа, дәм тұз татпады. Ол қолдарымен балаларды көрсетер еді. О, мың лағнет бұл өмірге, сізше, сізге ұят емес пе? Деп бірден Раскольниковке жабыса кетті. Сен онымен іштің ба? Сен де онымен ішіпсің, жоғал. Жігіт бір ауыз сөйлемей шығып кетуге асықты. Оның үстіне ішкі бөлмелерге кіретін есік айқара ашылды да, бірнеше қызық көргісі келген адамдардың бастары көрінді. Олар бастарына қалпақшалар киген, ауыздарына папирос және трубка қыстырғанша ұйытылған бастай жымиып тұрар еді. Кейбіреулері етектері айқара ашық халаттар киіп алған, басқаларының үстінде киімде жоқ дәрежеде еді. Біреулері қолына карта ұстап алған еді.
Олар әсіресе шаштарынан сүйреліп жатқаны Мармеладов «Мені ұрғаның жақсы» деп айқайлап жатқанда рахаттанып күлетін еді. Кейбіреулері бөлме ішіне де кіріп келе бастады. Ақыр аяғында қатты айқайлаған дауыс естілді. Бұл өз білгенінше тәртіп орнатпақшы болған адамдар арасынан жарып өтіп жатқан Амалия Лепевекзелдің дауысы еді. Ол үнемі осындай кездерде «Ертең-ақ үйді босатып шығып кетіңдер» деп айқайлаған еді. Раскольников шығып бара жатып, қалтасын қарады да, жаңа тавернадан қалған ақшаның бәрін терезе алдына қойды. Ол баспалдаққа шыққаннан кейін ғана ойланып қалды. Тіпті артына қайтпақшы да болды. Өзі де таза болмағыр іс істеп шықтым да, деп ойлады ол. Бұл жерде олардың күніне жарайтын Соня бар. Ақша болса өзіме де керек еді. Бірақ енді бәрібір ақшаны қайта алуға болмайтынын ойына келтірді де, онсыз да бәрібір алмайтынын ойлады. Ол енді қолын бір сілтеп өз үйіне қарай жүрді. Соняға ернін бояуға да ақша керек қой, деп ойлауды жалғастырар еді ол. Кетіп бара жатып, зілді жай жымиып, таза болып жүруге де ақша керек. Мүмкін бүгін Солнышканың өзі де сынар. Қызыл шайтанның артынан аулағандардың қайсы бірі сынбаған. Демек мен ақша тастап кетпесем, ертең барлығы тістерінің кірін сорып отырар екенде. Ай, Соня, ай, бұлардың тауып алған сауын сиырларының түрін қара. Таза жатып ішер болып алыпты. Ай, жатып ішерлер, ай, жатып ішуге үйреніп кеткендері ше. Жылап-сықтап үйреніп кеткен. Оңбаған адамзат барлығына үйреніп кетеді. Ол ойланып қалды.